Анен құрметті оқырман, қалайық, өзіңіз білесіздер, 2020 жылдың өзі ауданымызға үлкен жаңалықтар әкеліп жатыр. Ең жақсы жаңалық өткен 17-ші, 18-ші, 19-ші ғасырларда ел үшін еңбек еткен, елдің тағдырына жаны ашыған ұлт азаматтары, қоғам қайраткерлері, атақты билер, шешендер, осыларды құрметтеп, осыларды кейінгі жас ұрпаққа үлгі етіп қалдыру үшін ауданымыздан 11 көше сол кісілердің атына берілгенін өздеріңіз білесіздер. Соның ішінде сол 18-ші ғасырда өмір сүрген осы Жетісуға белгілі, оның ішіндегі Жаркент өңіріне белгілі Қожамбет бидің жаңағы шәкірті Салпақ би Ілешұлының сол өзінің атына көше беруіне байланысты және 200 жылға, туғанына 200 жыл толып қалуына байланысты сол биді зерделеп, ел аузынан архивке кіріп, іздестіріп жүріп, би Салпақ деген бір жақсы оқырмандарға ұнайды деген кітап шығарғанбыз. Міне бұл кітаптың тарихы сол 18-ші ғасырдан басталады, бірақ мұнда біздің суаннан шыққан билердің, батырлардың, көсемдердің, шешендердің қысқа өмірінен деректер беріліп, солар туралы жаңа кейінгі ұрпақтарға жаңағы мағлұмат беріледі. Бұл негізінде қоғам жаңа халықпен болады, ал халық адаммен болады. Ол аудан болу, немесе үй болу үшін жоқ дегенде ата мен ана болу керек, бала шағасы болу керек. Ал аудан болу үшін онында халық болу керек. Ауыл болу үшін де онында халық болу керек. Сондықтан осы халықтың қадесіне жарасын деген ниетпен сол кісілерге барлық жаңағы көше берілген бабаларымызға осы күз айында үлкен жақсы жиналыс өткізіліп, халыққа таныстыралық деген жаңағы аудандық әкімдіктің өздерінің жаңағы жобасы бар көрінеді. Енді бүгін осы кітапты сіздердің кітапханаларыңызға тапсырамыз. Менің туған жерімнің, ата-бабамның кіндік тағынған жер осы Көктал ауылы, міне Әулиеағаш. Міне осы ауылдың азаматымын. Сондықтан алғашқы кітапты осы өзімнің туған жерімдегі Көктал ауылының кітапханасы өздеріңе келіп, алдымен тұсауын өшіре кесіп, мына кітапты өздеріңе сыйлаймын. Рахмет аға. Шежірелі болыңдар, білімді болыңдар, халықты, елді сүйетін болыңдар. Кітап деген қазында болғанда жай бұл мал емес, бұл ғылым, білім, барлығы да осы кітап арқылы оқыған адам, тоқыған адамдар ғана жаңағы өмірін сүйеді, жерін, елін сүйеді. Бұл тарихта мәңгілік таңылып басылып қалған шежіре дастан табылады. Рахмет аға. Рахмет. Осы меніне отырғызған жеріне жақын арада тағы да бір кітап шығып жатыр атамыздың. Мінекей рахмет. Оқырмандар оқиды деп ойлаймын. Бұл деген жатқан бір тарих. Қаламымыз талмасын, осындай кітаптарымыз көп болсын. Рахмет. Рахмет.